Саламатсыздар ма? Бүгінгі видеода біз осындай бананды оладьи дайындаймыз. Банандарымыз таза піскен болуы қажет. Бананымызды аршып турап, осындай шанышқымен жақсылап еземіз. Міне бананымыздан осындай пюре етіп дайындап аламыз. Енді үстінен 2 жұмыртқамызды шағамыз, тағы да жақсылап араластырып жібереміз. 1 шай қасықтың ұшында тұз саламыз. Тәттілеу болсын деп мен 3 ас қасық құмшекер салдым. Сіздер аздау немесе көптеу етіп қоссаңыздар болады. Шекерімізді осылай ертіп аламыз, араластырып. Үстіне ванильді шекерімізді салып, тағы да араластырып жібереміз. Ұнды сала бастаймыз. Ұнды әрқашанда аз-аздан салып барыңыздар. Менде 130 грамм ұн кетті. Бұл шамамен 5 ас қасыққа тең болды. Міне осылай араластырамыз. Сұйықтау болса үстіне қосып барасыздар. Қою қаймақ сияқты масса болады. Міне тағы да сұйықтау. Соңғы қасық ұнымызды салып, ұндың үстіне разрыхлителімізді салып, араластырып жібереміз. Мына осында қою масса болу қажет. Қуыруды бастаймыз. Тәпемізді қыздырып алдық. Тәпеміздің үстіне шамамен 3 ас қасық өсімдік майыны құйдым. Отымыз орташадан шамалы төмендеу болу қажет. Себебі ішінде міне ұны бар. Сырты пісіп, іші қамыр сияқты болып піспей қалады. Мына осылай қызартып қуырып аламыз. Жалпы пісу уақыты шамамен 3-4 минутке тең болды. Видеом тездетілгендіктен тез піскен сияқты болып көрініп тұр. Мына осылай ісіп шығады әдемі болып. Әр қуырғанымызда аз-аздан майымызды құйып барамыз. Сонда майлы болып кетпейді. 1 ас қасықтан құямыз. Сонда оладьиларымыз формасы бірдей болады. Қалған оладьиларымызды дәл осындай етіп қуырып аламыз. Міне оладьиларымыз дайын. Енді сәндеуді бастаймыз. Қайнап тұрған ыстық суымызға шоколадымызды салып ертіп алдым. Осындай пакетке салып, сыртынан осылай жұқалау етіп сәндесеңіздер болады. Мен әртүрлісін жасап көрдім. Сіздер өздеріңізге ыңғайлысын жасайсыздар. Немесе сыртынан бал құйып шықсаңыздар да болады. Қант ұнтағын сеуіп, үстіне қалаған жемістеріңізді қойып шықсаңыздар да болады. Мен осындай сыртына осындай малина қойып шықтым. Әрине бұл міндетті емес. Кәдімгідей өзін жей берсеңіздер де болады, бірақ мен осындай жасап көрдім. Сіздер де жасап көріңіздер. Міне өте әдемі, дәмді, иісі де өте керемет болады. Міне біреуін жарып та көрдім. Міне іші көрініп тұр, ісіп шыққан, әдемі, қамыр болып қалмаған. Өте дәмді және пайдалы таңғы ас болады. Көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Диана. Видеом ұнаған болса лайк басып, арнама жазылыңыздар. Көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.